Бүгінгі сабағымыз Есеннің кірпісі. Сапарғали Бегалиннің жазған Есеннің кірпісі деген тақырыпты өтеміз. Оқулығымыздағы 14-ші бетті ашамыз. Және жұмыс дәптерімізді дайындап қоямыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігі сөйлемді анықтау. Бағалау критериялары: шығарманың тақырыбын анықтай алады, яғни тақырыбын анықтай алсаңыздар, негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемдерді таба алсаңыздар, сіздер бағаланасыздар. Ал балалар, сабақты біз мына жұмбақты шешу арқылы бастайық. Тұмсығында түймесі бар, үстінде сұр жейдесі бар, жейдесінде инесі бар. Бұл не? Кірпі. Бұл кірпі. Барлығымыз бір ауыздан дұрыс жауап бердік, балалар. Ендеше біз кірпі туралы, ол қандай жануар деген мәліметті оқып танысайық. Кірпі ежелгі жануар. Ол біздің планетада 15 миллион жыл бұрын пайда болып, суық және батпақты жерлерден басқа барлық климаттық аймақтарда өмір сүреді. Жер бетінде 17 түрі бар. Оның денесінде 10 мыңнан астам ине бар. Иненің өсу уақыты 1 жыл. Қысқы ұйқысы 128 күнге созылады екен. Жазғы уақытта қажетті май қорегін жинай алмаса, ұйықтау барысында өліп қалуы мүмкін. Ұйқы кезінде жүрегі минутына 20-60 рет ғана соғады, ал қалған кезде 180 рет. Оянғаннан кейін бірнеше күн бойы азық іздейді. Кейбір мәліметтерге қарамастан кірпі тышқандарды аулайды. Қарасақ, яғни тышқандарды аулайды екен. Өйткені жылдамдығы олардан төмен. Көбінесе құрт, қоңыз, кесіртке және жеміс жидектермен қоректенеді. Сондай-ақ кейбір жағдайларда жыланға шабуыл жасауы мүмкін дейді. Себебі жыландардың уына қарсы иммунитеті бар екен. Өмір сүру ұзақтылығы 5 жыл. Үй немесе хайуанаттар бағында тіршілік жасайтындарында шамамен 10 жыл. Түстерді жақсы ажыратқанымен көру қабілеті нашар дейді. Есту және сезу қабілеттері керемет дамыған. Олардың тістерінің саны 36. Құйрығының ұзындығы 3 сантиметр дейді. Кірпі туралы мәліметті бұрын сіздерге таныс па еді, балалар? Бұрын сонда кірпіні көрдіңіздер ме? Тірі кірпіні көрген балалар бар ма? Мен садикта оқыған кішкентай болғанда бұрында. Жақсы. Ендеше балалар. Мен оны ауылда көрдім, апай. Ауылда көрдіңіз бе? Иә, мен әкемде сол кірпі бар. Жақсы, балалар. Кірпі нашар көреді екен ғой. Иә, ол нашар көреді дейді. Түстерді ажыратады, бірақ нашар көреді дейді, иә? Ал қандай қабілеттері жақсы дамыған екен? Иіс сезуі. Есту және иіс сезу, дұрыс айтасыңдар. Жақсы, балалар. Ендеше бүгін бізде тағы да бір ақын жазушы, қазақтың ақын жазушысы Сапарғали Бегалиннің, ол яғни балалар жазушысы. Балаларға арнап көп мәтін жазған екен. Осы кісінің мәтінімен танысамыз. Оның аты Есеннің кірпісі деп аталады екен. Ал енді қысқаша осы ақын жазушы туралы мәлімет бере кетейін. Сіздер мұқият тыңдаңыздар. Өйткені сабақ соңында біз қорытынды тест орындаған кезде осы ақын жазушы туралы көптеген сұрақтар кездеседі. Түсінікті ме, балалар? Мен сіздерге де көрініп тұр, өзім оқып берейін. Сапарғали Бегалин 1895 жылы дүниеге келген. Қай жылы туыпты, балалар? Шырай, қай жылы дүниеге келген екен? 1895.
Дұрыс Жылы айтасыздар туды. балалар, өте жақсы. Яғни 1895 жылы дүниеге келген. Қай қалада дүниеге келіпті? Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Дегелең ауылында туған екен. Ол Шоқан Уәлихановтың туралы жазған Шоқан асуларының деп аталатын кітабы бар екен. Шоқан асулары деп аталатын кітабы бар екен. Бізде сұрақта кездеседі. Сапарғали Беғалиннің кітабының атын атаңыз деп. Ол яғни Шоқан асулары деп аталады екен. Естеріңізге сақтаңыздар. Бұл бір ғана кітап емес, ол кісінің жазған кітаптары өте көп. Бірақ Шоқан Уәлиханов туралы көп зерттеген адам екен. Сондықтан мен сіздерге осы атау естеріңізге қалу үшін мына жерге жазып қойдым. Ал енді бүгінгі өтетін мәтінімізді мұқият тыңдаймыз. Сонымен мазмұнымен танысамыз. Ары қарай осы мәтін арқылы сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ме балалар? Я. Мен сіздерге мәтінді оқып берейін. Есен үйінің айналасында зәулім ағаш көп. Бірінде алма, бірінде алмұр, тағы біреуінде мұншақтай қызыл шие, уылжыған өріктер өсіп тұр. Ағаштардың арасында қызғылт бүлдіргендер де жасыл жапырақ астынан қылтиып бой көрсетеді. Қандай өсімдік өседі екен? Жеміс, біз жақсы көреміз оны жеуді. Алма, алмұр. Ол ағашта өсетін, ал жерде жапырақтың арасында қылтиып бой көтеретін ол қандай өсімдік екен? Бүлдірген. Балалар, естеріңізге сақтап отырыңыздар. Тест сұрағында осы да кездеседі. Ары қарай, бұл жерде балалар не бейнеленген? Нені суреттеп жатыр? Ағаштарды, жеміс жидекті, яғни табиғатты суреттеп жатыр, иә? Жерде ағаштар табиғаты, яғни орманды, ағашты табиғат суреттелген. Ары қарай, Есеннің аса бір күтетін, өзі егіп өсірген, гүлден тіккен шатыр сияқты дөңгелене өскен шоқ ағаш. Яғни шоқ ағашы бар екен, иә, Есеннің. Оның ішіне Қаби екеуі үйінен тартылған электр сымына шам орнатты. Түнде оны жағып, екеуі сабаққа дайындалады. Так, Есен кіммен бірге сабаққа дайындалады екен? Досымен. Қаби деген досымен. Дұрыс айтасыздар балалар. Мұқият зер салып тыңдаңыздар, иә? Жақсы, ары қарай тыңдайық. Так, Есеннің астранды кірпісі электр шамы жанған кезде ағаштардың арасынан шығып, жаздық күркедегі керуетінің астына кіріп кетеді. Оның несі бар екен, балалар? Ол нені асырап отыр екен? Асыранды дейді. Кірпі. Оның асыранды кірпісі, яғни күркедегі жаздық керуеттің астына кіріп кетеді екен. Ол керует астынан шығып, қараңғы түнде жайнаған электр жарығына таңырқағандай кішкене тұмсығын шығарып, қарап-қарап тұрады да қайтадан жиырылып қалады дейді. Есеннің кірпім деген даусы шыққанда тұмсығын шығарып, азығын іздейді. Есен оның азығын күні бұрын дайындап қойып, үнемі оның қимылын бақылайды екен. Несін бақылайды екен, балалар? Қимылын. Дұрыс айтасыздар. Есен керуеттің бас жағында тұрған мандалинасын алып тартты. Мандалинаның дыбысы түнгі тыныштық кеште өте ашық, әдемі еді. Біраздан кірпі домаланып, керует астынан шықты да, дыбысты таңырқап, тура Есеннің алдына келді. Сөйтті де әуенді анық тыңдағысы келгендей тұмсығын сәл көтеріп аз тұрды. Кітап оқып отырған Қаби басын көтергенде: "Мына кірпінің тыңдап тұрғанын қарашы, әуен ырғағын сезеді өзі", деді Есен күлімсіреп. Міне осылай мәтін аяқталды. Енді балалар, сіздерге мен мәтін бойынша қандай сұрақ қояйын.
Мәтін кейіпкерлерін атаңыздар. Қандай кейіпкерлер бар екен мәтінде? Есен, Қабит, Аха. Есен, Қаби, сосын қандай жануар? Ол да кейіпкер. Кірпі. Дұрыс айтасыздар. Есеннің үйінің ауласында нелер өседі екен? Шырай жауап бере ғой. жеміс-жидектер, Өсімдіктер, жеміс ағаштары өседі, иә, дұрыс айтасыз. Ерке Есен кірпісін қалай шақырады? кірпім. Дұрыс айтасың, кірпім деп шақырады, иә? Ұлдарым менің, Әділжан мен Санжар сабаққа жақсылап қатысыңыздар. Мандалинаның даусын естігенде кірпі не істеуші еді? Апай, Есеннің мандалина деген аспабы бар. Тұмсығын Асына бар. көтеріп тұрады, иә? Апай, Иә? Есеннің мандалина деген аспабы болған. Дұрыс айтасың, иә, мандалина деген аспапта ойнады, иә, музыкалық аспапта ойнаушы еді дейді. Қандай аспапта ойнады деген сұрақты қалдырып кетіп едім. Мына жақта жауап беріп жатырсыздар. Балалар, бір-біріне кедергі жасамау үшін бір-бірімізді күтіп жауап берейік, иә? Енді балалар, мынандай сұрақ. Бұл шығарманы басқаша қалай атауға болады? Қалай атауға болады бұл шығарманы? Есеннің кірпісінен басқа тағы қандай ат беруші едіңіздер? Есеннің досы. Есеннің досы. Ақылды кірпі. Ақылды кірпі, дұрыс айтасыздар. Санжар, сіз қалай атаушы едіңіз? Санжар. Қалай атаушы едіңіз бұл мәтінді? Мен Есел мен кірпі мен досы. Кірпі және Есен досымен деп, е? Жақсы. Жақсы балалар, осыменен біз мәтінді талдадық. Енді сіздер жұмыс дәптерлеріңізді ашыңыздар, нөмір 7-ші бетін ашыңыздар. Мен аштым. Мына жерде 3 кірпі берілген. Мәтіннің тақырыбы мен идеясын кірпілердің суретіне жаз. Мәтіннің тақырыбы не жазасыздар? Мәтіннің идеясы қандай, соны жазасыздар, және мәтіндегі кейіпкерлерді атап жазасыздар. Осы 3 тапсырманы тездетіп орындай қойыңыздар. Тапсырма түсінікті ғой, иә, балалар? Ал балалар, тапсырманы орындап болсақ, енді қорытынды жасайық сабағымызға. Мен сіздерге 10 сұрақтан тұратын тест тапсырма дайындап қойдым. WhatsApp-тан ашып, жаңағы сілтеме арқылы мына тапсырмаларды тез-тез орындап шыға қойыңыздар. Аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар мына жерге. Сонан кейін бірінші сұрақ. Сапарғали Беғали қай жылы туған? Тездетіп жауап береміз. 1895. Я, Амира, әр қайсымыз өзіміз жұмыс жасаймыз, я? Мен сіздердің жауаптарыңыз маған келіп тұрады, мен тексерем. Мен сіздер оқи алмай қалмау үшін тез-тез оқып беріп отырмын. Сіз жауабын айтпай қойыңыздар, өздеріңіз белгілеп жібере беріңіздер маған. Екінші сұрақ. Сапарғали Беғалиннің кітабының атауын тап дейді. Шоқан зерттеулері, Шоқан асулары, Шоқан өмірі. Жаңа мен сіздерге айтып кеткем, я? Біз ақын жазушының өмірбаянымен танысқан кезде. Ары қарай, Есеннің кірпісі нені сезді? Тамақтың иісін, бөтен дыбысты, әуен ырғағын сезді дейді. Және келесі сұрақ, Есен кіммен бірге сабаққа дайындалды? Яғни досының аты. Қаби, кірпі, қана. Келесі сұрақ, Сапарғали Беғали қай ауданда дүниеге келген? Абай, Семей, Торғай. Есен қай музыкалық аспапта ойнады? Сырнай, гитара, мандолина. Ары қарай. Әңгімеде ағаш арасында қандай жеміс өседі?
Бүлдірген, Таңқурай, Құлпынай. Есен кірпінің несін байқады? Қимылын, жүрісін, түрін. Ары қарай. Әңгімеде қандай табиғат суреттелген? Осы сұрақтарға жауап беріп, маған дұрыс жауабын істеңіздер. Мен жеттік бала. Ал балалар көбіміз болып қалған сияқтымыз. Енді жауаптарын тексерейік. 5 бала жауап берді дейді. Қане кім қанша бала алғанын айтайын. Өздеріңізде барлығымыз толық жауап беріп көрдік па? Қане мен көрейін. Аделя 9-дан 9 бала алған, өте жақсы. Амира 9-дан 9 бала алған, өте жақсы. Санжар 9-дан 6 бала алған, ол да жақсы. Әділжан 9-дан 7 бала алған, өте жақсы. Яғни бүгінгі сабаққа осынша бала алдық деп есептейсіздер. Так, Шырай әлі жазып аяқталмапты. Шырайды сәл күте тұрамыз. Ал балалар, енді сабағымыз осымен аяқталып қалды. Сіздер жазып үлгере алмаған тақырыптар, тапсырмаларды жазып аяқтаңыздар.